Қайырлы күн достар, сіздермен Pinduoduo платформасындағы өте күшті лайфхакпен бөліскім келіп тұр. Каналға тіркеле отырыңыздар. Сайт менеджерлері өз товарларын сату үшін барлығын жан-жақты ойластырғаны соншалық, сіз өзіңіздің параметрлеріңізді, яғни бой, салмақ және басқа да параметрлеріңізді енгізе отыра, сізге лайық дәл келетін киімді платформа өзі тауып береді. Ол параметрлерді қай жерге енгіземіз? Ол үшін мынау біздің жеке кабинет. Осы жерде телефон номері тұрған профильдің үстінен басамыз. Профильге кірдік. Ең астан санаған кезде үшінші жазудың үстінен басамыз. Бізде осындай терезе ашылады. Мен өзімнің мәліметтерімді енгізіп қойғанмын. Біріншісі ол бізде бой, екіншісі салмақ. Есте сақтайтын жағдай, бұл жерде салмағыңызды 2-ге көбейтіп жазасыз, себебі біздің 1 килограмм оларда 500 граммға тең. Менің салмағым 52 килограмм болғандықтан 104 деп жаздым. Және де басқа да өлшемдеріңізді білсеңіз, егерде бел, иық және басқа да өлшемдеріңізді осы жерге енгізіп қоясыздар. Астында балалардың өлшем бірліктері тұр. Егерде балалар киімін алсаңыздар, сізге дәл осылай автоматты түрде киімдерді тауып беретін болады. Болды, енгіздік. Өзі автоматты түрде сақталады параметрлер. Енді товар таңдауға көшеміз. Кез келген бір товарларды алайын. Рубашкаға кіремін. Оплатаға өтемін. Расцветкасын таңдадым. Астында қарасаңыздар, маған сәйкес келетін размерді шығарып беріп тұр. М размер 90-105 килограмм арасында, яғни 45-53 шамамен 52,5-53 килограмм болса, онда М размер сәйкес келеді деп маған шығарып беріп тұр. Тағы бір киімді көрейік. Мына киімді қараймыз. Және бұда да М размерді маған дәл келеді деп шығарып беріп тұр. Әрине, бұл жаңа қолданушылар үшін өте пайдалы нәрсе, алайда киімге заказ алған кезде міндетті түрде өздеріңіз есептеп, живой отзыв фотоларды қарап шығыңыздар. Кей кездерде Қытай размерлері біздің размерден 1-2 размер кішірек жүруі мүмкін. Сондықтан алдыңғы сабақтарда атап өткен размерді таңдау бойынша міндетті түрде мұқият қарап шығыңыздар. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.